Қайырлы күн достар, сіздермен Айғаным, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше саңырауқұлақ тәріздес печенье дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Алдымен бөлме температурасындағы сары майды алып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, тағы да араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқаны қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Кішкене тұз қосамыз, және де үстіне жүгері крахмалын қосып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Содан кейін ванилин қосамыз. Бір қасық қопсытқыш қосып, ұнды 2 бөліп салып, біркелкі масса болғанша жұмсақ қамыр илейміз. Мен пешті 180 градусқа қыздырып қойдым. Біздің печеньямыздың қамыры дайын, енді печеньямызды дайындаймыз. Ол үшін қамырды осылай қасықпен алып, бәрін жаңғақ тәріздес формада жасап аламыз. Печеньямыздың формалары барлығы бірдей болу керек, және де арасын алшақ қоямыз. Печеньямыз піскен кезде көлемі үлкейеді. Содан кейін осындай бутылканың көмегімен саңырауқұлақтың формасын келтіреміз. Ол үшін бутылканы какаоға батырып аламыз да қамырымыздың үстінен басып шығамыз. Сол кезде біздің печеньеміз саңырауқұлаққа ұқсайтын болады. Енді осыны 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Достар, біздің печеньеміз дайын, өте әдемі болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет достар, сау болыңыздар.